Саламатсыздар ма? Мен Жақсылық Бауыржан, Мақсұт Құсайынов атындағы дарынды балдарға арналған мектеп-интернаттың 10 сынып оқушысымын. Мен таңдаған тақырып адами капитал мамандық таңдаудан қалыптасады. Мамандықты дұрыс таңдау жарқын болашақтың кепілі екені бәрімізге мәлім. Ал сол мамандықты дұрыс таңдау үшін жұмыс жасайтын маман иелерін білесіздер ме? Кәсіби бағдар беруші, колледж консолер дегеніміз кімдер? Кәсіби бағдар беру дегеніміз ол әрбір оқушымен жеке жұмыс жасау. Кәсіби бағдар беру әлемге бақыт, қуаныш сыйлау. Себебі бұл маман иелері әрбір оқушының өзінің сүйіктісімен және жұмысымен айналысуға мүмкіндік береді. Ал өзінің сүйіктісімен айналысып, одан пайда таба білген адамның бақытты екені сөзсіз бәрімізге де мәлім. Және де өзінің шешімін өзгерту, ол өз орнынан, өзінің ойынан басқа жаққа қашып кету емес, керісінше өзінің ойын жүйелі түрде өзгертіп, орнын ауыстыру. Әрбір адам ойлай білу керек, ойлау арқылы өзінің мамандығын таңдап, соған дайындалуға, жұмыс жасауға мүмкіндік туғыза алады. Кәсіби бағдар берушінің жұмысы қашан басталады және де қанша уақытқа созылады. Бұл мамандар үздіксіз, яғни 24/7 жұмыс жасайды. Осындай графикте еңбек ету олардың әрбір оқушымен жұмыс жасауына үлкен мүмкіншілік туғызады. Кәсіби бағдар берушілер, олар ақылды оқушылар көмектеспейді, керісінше ақылды оқушыларды жасап шығарады. Бізде 2 жыл болды. Біреуі бұрынғы жыл және екіншісі жаңа жыл. Бұрынғы жылда бізде мүмкіндіктер аз болды, бағыт беретін және қолдайтын адамдар өте аз болды. Ал қазірде заманға сай бізде осы мамандықты дамыту арқылы бізде қолдайтын адамдарда бағыт берушілер де өте көп болады және ол балаға үлкен мотивация болатыны сөзсіз. Осы слайдтан біз барлығын де көріп кете аламыз. Және де кәсіптік бағдар берудің 6 кезеңі бар. Біріншісі еңбек тәрбиесі, екіншісі кәсіптік ақпарат, үшіншісі кәсіптік ақыл кеңес, төртіншісі кәсіптік іріктеу, бесіншісі кәсіптік бейімделу, соңғысы яғни 6-шысы жаңа ортаға бейімделу. Еңбек тәрбиесі 7-ші сыныпта басталады. Ол кезде балалардың қызығушылығын анықтаймыз. Кәсіптік ақпарат кезінде біз оларға жалпы мамандықтар әлеміне саяхат жасаймыз. Кәсіптік ақыл кеңес кезеңінде біз мамандарды шақырып, олармен бірге жұмыс жасауға, олардың өмірін анықтауға біз мүмкіншілік аламыз. Кәсіптік іріктеу кезеңінде біз оларды мамандық бойынша жіктейміз. Кәсіптік бейімделу кезеңінде біз оларды дайындықты бастаймыз. Ал соң жаңа ортаға бейімделу кезінде біз студенттерді өзінің ортасында жаңа мамандықтарға дайындайтын боламыз. Қорытындылай келгенде кәсіби бағдар беруді жақсарту арқылы біз еліміздің болашағын жарқын ете аламыз және де кәсіби мамандарды дайындай аламыз. Қазақта жақсы сөз бар, ағаш тамырымен мықты деген. Ал осы барлық мамандықтардың берік тамыры кәсіби бағдар беру деп есептеймін. Назарларыңызға рахмет.